Адам кез келген жағдайға бейімделе алатын таңғажайып жаратылыс. Таиландтың оңтүстік бөлігінде толығымен балшықта орналасқан Копани деп аталатын ауыл бар. Тіректермен судың үстіне салынған ауыл. Бұл жерде неліктен бірнеше футбол алаңдары салынған. Бүкіл халық буддизмді ұстанады, ал мұсылман ауылы қалай құрылды? Неліктен судың үстіне үйлер салынғаны туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, ерекше елді мекенді сіз де біле жүріңіз. Армысыздар құрметті көрермен, сіздермен Асия. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, лайк басып, каналға тіркеліңіз. Бұл бейне ұнаса, соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Сіздің қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Копани Таиландтың Пхангха провинциясының арасында орналасқан. Ерекше қалқымалы ауыл басынан аяғына дейін жарты шақырымға созылып жатыр. Бұл толығымен діңгектерге салынған елді мекен. Аралда 315 отбасы тұрақты өмір сүреді. Бұл 1485 адам. Бірақ бұл көрсеткіш нақты емес. Аралға шамамен 200 жыл бұрын қоныс аударған. Мектептер, дүкендер, тіпті полиция бекеттері де судың үстіне салынған. Жергілікті тұрғындардың тұрмысы әдеттегіден еш айырмашылығы жоқ. Тек жолдардың орнына шағын көпірлер, көліктердің орнына қайықтар бар. Бұл жерде мешіт те бар. Копани тұрғындары әлі күнге дейін балық аулаумен айналысады. Бұл олар үшін көп жылдар бойы жасап жүрген табыс көзі. Бірақ қазір олардың басты табысы туристерге қызмет көрсету. Шетелдіктерге таңғажайып өмірін көрсету идеясы жергілікті пошташыдан шыққан, және бұл идея өте сәтті болып шықты. Қазір Паниде көптеген әртүрлі дүкендер, сонымен қатар келушілерге арналған кафелер және де бірнеше мейрамханалар ашылған. Таиландтағы географиялық нысандар атауында ко қосымшасы тай тілінде арал дегенді білдіреді. Ал бұл аралдың тарихы өте қызықты. 18 ғасырдың аяғында бірнеше отбасы жақсы өмір іздеуге жол тартты. Дереккөздердің нысанына сәйкес, олардың бірі Ява аралына, ал қалғаны Малайзия мемлекетіне қарай жүзген. Көп балық мекендейтін жерді кім бірінші тапса, сол туды көтеріп белгі беру керек деп келісті. Бұл мекенді кездестіргенде заң тек тайларға жерді иеленуге рұқсат берді. Ал бұл балықшылар тығырықтан шығудың жолын тапты. Олар тікелей судың үстінде қоныстар сала бастады. Алғашқы нысан тек 20 ғасырдың аяғында пайда болды. Кейіннен Таиландта туризм белсенді дами бастағаннан кейін үйлер ағаштан және бамбуктан тұрғызылып, қоқиқас аяқтарына ұқсайтын тіректерде тұрды. Мұндай материалдарды мәңгілік деп атауға болмайтыны анық. Әсіресе сумен үнемі байланыста болатынын ескере кетсек. Әрине, жергілікті тұрғындар тіректерді жаңартып, үнемі жөндеп отырмаса, бұл мекенде өмір сүру қауіпті. Қазір Копани халқының саны 1700-ге жуық адамды құрайды. Таиландта мамырдың ортасынан қазан айының ортасына дейін созылатын жаңбырлы маусымда қолайсыз табиғи жағдайларға байланысты ауданнан кететін адамдар өте көп. Ұзақ уақыт бойы суға шомылатын халық негізінен балық аулау есебімен өмір сүрді. 20 ғасырдың аяғында жергілікті пошта қызметкері туризмнің көмегімен көбірек ақша табу жолын ұсынды. Содан бұл мекенде туризм дамып, әлемнің әр түкпірінен қонақтар келе бастады. Таиланд және батыс тағамдары бар мейрамханалар пайда болды. Негізінен бұл мекенде тұрақты тұрғындарға қажеттінің бәрі бар. Атап айтқанда мектеп, медициналық пункт, базар, электр қуаты мен интернет және 2 қабатты мешіт. Бұл мешіт басқа ғимараттардан ерекшеленеді. Мұсылмандар көп жиналатын жер болғандықтан, аралда рұқсат етілген алғашқы ғимараттардың бірі мешіт. Ауылдағы мұсылман мектебінде халықтың басым бөлігі буддизмді ұстанады. Ұлдар да қыздар да жергілікті мектептен білім алады. Ауыл балалары мұғалімдермен бірге құмыралары мен бөтелкелерді жинап, одан түскен қаражат мектепті дамытуға жұмсалады. Ауылдың көрікті жерлерінің бірі футбол алаңы. Әлемнің кішкентай ересектеріне бұл алаңның пайда болуы туралы оқиға мотивацияға айналды.
Алаң 1980 жылдардың екінші жартысында пайда болды. Оны әлем чемпионатынан шабыттанған жергілікті ұлдар салды. Олар кез келген жағдайда футбол ойнағысы келді. Балалар сабақтан кейін қалқымалы алаңды және ағаш аялдамаларын салды. Әрине, ол алаңда қауіпсіздік ережелері сақталмаған. Бірақ жас футболшылар ойнауға кедергі келтіретін барлық нәрсені жақсартты. Содан соң балалар мектеп футбол чемпионаты туралы естіп, оған қатысуға шешім қабылдады. Матчта қатты жаңбыр жауып тұрды. Ал бірінші таймнан кейін олар 2-0 есебімен жеңілді. Ойынның екінші бөлігінде дымқыл аяқ киім кедергі жасамас үшін жалаң аяқ шықты. Жүгіруге үйренгендіктен олар есепті теңестіре алды. Бірақ қарсыласы матчтардың соңғы минуттарында жеңіске жетті. Осыдан соң жігіттер өздерін жинап, 3-ші орын иеленіп, матчта жеңіске жетті. Ең бастысы, бұл жас футболшылар көрермендердің керемет қолдауына ие болды. Команданың жетістігіне байланысты демеушілердің қолдауымен әдемі әрі қауіпсіз екінші футбол алаңы салынды. Судың үстінде тұрғызылған бұл елді мекеннің тарихы әлемді таңғалдыра алды. Бұл бейне сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деп сенемін. Егер ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Және қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, каналға тіркеліңіз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі шығарылымда кездескенше, сіздермен болған Әсия.